тәкаппарлықтан, өзге мұсылманды өзінен төмен санаудан қашайық. Жүрегінде тәкаппарлығы бар адам, менмендігі бар адам ешқашан жәннатқа кірмейді. Пайғамбарымызда тағы да хадис бар. Қандай үлкен күндерді айтады. Алла табарака ва тағала жұмадан жұмаға күнәні кешіреді. Жаңалдегі оразадан оразаға күнәні кешіреді. Намаздардың арасындағы күнәні кешіреді. Тек қана 3 адамның күнәсін кешірмейді дейді. Тоқтатып қояды екен. 2 ұрсып қалған адам, 2 адам ұрсып қалса, мына екеуінің күнәсін кешірмейді екен. Тоқтата тұрады. Екеуі дұрысталғанша. Мудминул хамр, араққа беріліп кеткен адам, және қайыршы адам. Жұрттан сұрай беретін тілемші адамда. Сұрай береді. Бер.